Босанып жатса да Қосановқа, толғақ келсе де Тоқаевты. Нұрсұлтан Абишевич. Баршаңызға сәлем, менің есімім Рымбек Қабиден. Бүгін Қазақстан Республикасы президентінің сайлау күні, яғни 2019 жылдың 9 маусымы, президенттің 9 ай 10 күн көтерген, және де осы облыстық перинаталдық орталыққа келген аналары өз таңдауларын жасай алады. Олар үшін мұнда жабық сайлау учаскесі ашылған. Қазір барып осы сайлауда қалай өтіп жатқанын көрейік, пациенттермен, осы аналармен тілдесіп қайтайық. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, жабық сайлау учаскесіне келіп жеттік. Қараңыздар, сәлеметсіздер ме? Сол жағымызда сайлау комиссиясының мүшелері отыр. Оң жағында бақылаушы, тәуелсіз, қарсы алдында осы сайлау комиссиясының төрайымы, Алима Нұртайна төрағасы. Сізден сұхбат алсақ, қалай қарайсыз? Бұл жақтан шығайық, потому что қазір мұнда голос келеді. Бүгін жасамайық дейсіз ғой? Есіміңіз Алима Нұртайна. Алима Нұртайна, айта қойсаңыз, сайлау қалай өтіп жатыр? Кім мұнда дауыс беріледі? Өйткені бұл жабық сайлау учаскесі ғой. Жақсы өтіп жатыр бәрі. Вот 29 уже проголосовали. Дауыс берді өздері уже. Бәрі жақсы. 29 адам дауыс берді. Оның барлығы сонда босанған аналар, Да, босанған аналар бар, по уходу за ребенком тоже есть. Можете вот так вот, опишите своего кандидата, не говорите его имя, вот, чтобы мы примерно понимали. Вот, обычно же у мам спрашивают, какой у него вес, да, ребенка, да. Какой у него рост, какой у вашего кандидата политический вес. Вот. И какой бы он экономический рост дал в своей стране, если бы за него... Я бы лучше голосовала, если бы позволили голосовать за Нұрсұлтан Абишевича, бы лучше голосовала. Дауыс беру 7-тен басталды, сағат нешеге дейін жалғасады? Осы қазір уже заканчиваем. Шамамен неше сағат сонда 29 адам? Енді сіздер оларды былай мәжбүрлемейсіздер, олардың келгенін күтесіздер ғой? Да, конечно, кто кормит, кто еще... Сосын голосовали урнамен, кто не мог прийти. Жәшікке салып, Да. Өздерін апардыңыздар палаталарға, Біз оларға қазір барып сұхбат ала аламыз ғой? Можем же у них интервью взять, да? Мінекей біз жабық сайлау учаскесіне шығып, палаталарға беттеп барамыз. Неліктен дейсіздер ғой? Енді өздеріңіз білесіздер, зейнеткерлерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға үйлерінен дауыс беруге жаңағы мемлекет жағдай жасаған. Сол сияқты мынау болашақ аналарға да осы палатадан шықпай, жаңағы төсек орнынан қолын созып дауыс беруге жағдай жасалған екен. Ендеше барып, осы пациенттердің бірінен сұхбат алайық. Олардың кімге дауыс беретінін сұрап көрейік. Не үшін деген? Сәлеметсіз, шықты. Мінекей құрметті көрермендер, Дина есімді қарындасымыз Екібастұздан келген, перинаталдық орталыққа алғаш рет ел президентіне дауыс берейін деп жатыр. Дина, сәлем, қалың қалай? Сәлеметсіз, жақсы. Аты жөніңді толықтай айтып таныстырып өтсең өзіңді көрермендерге. Сағынбек Дина. Дина, айта қойыңызшы, осы сайлауда дауыс беру сізге қаншалықты маңызды, маңызды жағынан қандай рөл ойнайды? Маңызы өте зор, өйткені тек мысалы халық үшін емес, өзім ішімдегі қазір балам үшін дауыс беріп жатырмын. Өйткені келешекте оның болашағы, біздің болашағымыз, сондықтан маңызы өте зор. Құрсаңыздағы нәрестенің жынысын білесіз ба, ұл ма, қыз ба? Қыз деп айтты. Керемет, ал осы қызыңыз бұйыртса дүниеге келгеннен кейін ертең өседі ғой. Болашақта оның президент болғанын қалайсыз ба? Жалпы елімізді әйел адам басқарғанын қалайсыз ба сіз? Енді ең алдымен балам дені сау, азаматша болып өскенін қалаймын. Кім ретінде көресіз болашақ президентіңізді? Енді болашақта білмеймін даже. Өзі соған ынтасы, несі бар болатын болса, почему бы и нет дейді. Көп рахмет сұхбатыңызға. Аман есен жаныңыз тынышталып,
балаңызды қолыңызға алуға тілектеспін. Босанып жатса да Қосановқа дауыс берем деп, толғақ келсе де Тоқаевты таңдаймын деп, немесе өзге кандидаттарға дауыс беремін деп, азаматтық белсенділік танытып жатқан аналар осы перинаталдық орталықта көп болды. Әрине олардың кімге дауыс бергені құпия сақталады. Дегенмен сайлаудың нәтижесін күтейік. Сіздермен бірге болған мен Рымбек Қабиден, амандықпен жүздескенше.